сайттан Шамия сол кездегі кездесудегі әрекеттерді орындаймыз. Қанеке ортамыз. Қазір сағаттың күніне бәріміздің досымыз жазылды ғой, иә? Сағаттың айтқан кезде сол досымызбен кездесу ұйымдастырамыз. Ол үшін мен сағаттың айтайын, сағат 5 болды. Біз сағаттың досымызбен амандасамыз. Балалар, сонымен біздің бүгінгі сынып сағатымыздың тақырыбы қандай болмақ? Республика күні. 25 қазан. Республика күні. Осы ұлттық мерекеге орай бүгінгі сынып сағатымызды бастайық. Ол үшін алдымен осы республика күнінің аталуына, қайтадан қайтып келуіне, жаңғыруына байланысты бейнероликке назар аударайық. 1990 жылдың 25 қазан күні Қазақ ССР жоғарғы кеңесінің шешімімен Қазақ ССР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Сол сәттен бастап егеменді Қазақстан еңсесі биік тереңдейді. Декларация Қазақстанның болашақ тәуелсіздігінің іргетасы саналды. Бұл декларацияның қабылдануымен егемендігін дәлелдейтін жеке территориясы, азаматтығы, мемлекеттік бюджеті, халықаралық қатынастардағы дербестігі, мемлекеттік рәміздерінің негізінде. Қазақстанның егемендігі және территорияның тұтастығы саяси, құқықтық және экономикалық тұрғыдан дәлелденді. Асықтарда сұрақтар жасалған азат ғой. Қазір қосаққа болып бересіз. Қазақстанның бірінші астанасы қай қала болды? Қай қала? Жақсы. Наталар қоя келесі азат. Не жазды? Кісі елде сұлтан болғанша Өзірінде Аллах бол. Жақсы. Келесі кім болған болды? туған елде ел болмас. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі қашан жарияланды? 1991 жылы 16 жасы. Тоғжан туған жердің күнінде күнінде жасы. Тоғжан аяғын кім қойды? Қазақстан Республикасының алғашқы президенті. Келесі кім? Келгенелер айтасаң кел. Өр елдің маңдайынан жақ көздің бабалардың негесін алып келді. Ескерткіш елім үшін орнатпаса, мына жалған өмірге өнеріп келді. Жақса таңды демесең, сүйем десең, табынатын тәңірім кейін десең, адам болып күн кешу қиын маған, арқа түсті өзіңнен сүйем десең. Нұрын ашын бір халқын күннен, республика елінде тағын әрді, өзінен шабыт алып, ақыл қиялын, шабыт күні теңдалдар жатқызылды. Рухани жақсылармен мысаллаған, жанға еңбегін оқып саллаған, жайсан өлке жайнар Қазақстан шуақ шашқан сәулелі тұтқан. Егемен елім десең жеңіп тұрып, бойында билеп кетер сенімділік, ешкімге ауыстырмас алтыннан, жылаймын қасиетті үлгі. Отан бәрінен биікке, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем.
Vatandaş iyiliğinde kiygi, vatandaş iyiliğinde kiygi. Toprak жағынан күнде азаттығы өнер үлгісінің де ғажаптығы. Республика күніне құттықтаймын деп ойлаймын. So'ng ikkinchi singari davosini topib aytamiz. Birinchi, men javobim desam, яғни бірге түссек, бірінші суреттен бастаймыз, бір қадам жүреміз, жақсы ма? Топ басшылары бастасын, Ажар мен Ұлжан бастайды. Бастайық. Бірінші қадамға барасыз. Қай сурет түсті? Абайдың суреті. Қандай сұрақ жасыру мүмкін? Абай Құнанбай өмір сүрген жылдары. Сұрақталған адам өз жауап берсін. Жақсы ма? Карта сізде бар. Келесі екінші, Ұлжан. Bir qadam жүресіз. Жоқ, келесі жоқ. Соған жүресіз. 10 суретті. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы кім? Келесі. Сіздердің қағаздарыңызда кім шығады? Қазақстан жер көлемі бойынша нешінші орында? Келесі. Сіздердің ердар. Kasım'da nişe olsan, karşında 10 soğuk. Nişe qala var? Sıcak mamur yok qala. Qanday qanday? Kelesi. Sınavda okuyumuz. Іле өзені қайда орналасқан? Жетісу облысында. Жақсы. Келесі. Бір ай. Sarmin
баланың тұрмышқа берген. Тоқтар баба. Қазақстанда табылған тұңғыш жәдігер болмай, алтын адам. Келесі. Абай өлеңдерінен ұсақ қара сөздерін жатқа айтып кетті. Ауылда абайдан кім көрсетеді? Қарасын сөз. Өлең айта қалды. Бәріміз өлең айта қалды. Оны таппай. Оны таппай мақтанба, оны таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, еш нәрсеге ашық бол, еш нәрсеге ғашық бол. Адам болған бесеңіз, сүріп өмірдің алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтанша, еріншек бекер мал шашпақ, бес ұшпағыңыз білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, бес асылыз көрсеңіз. Балалар біздің сабағымыздың соңындағы кері байланыс бір сөйлем әдісі арқылы жүреді. Қазір сіздерге мен 1 минут уақыт беремін, ойлануға, жақсы ма? Бір айналып сөйлеп, ел отаныма қызмет етемін, яғни осы сөйлемді сіздер ары қарай аяқтауларыңыз керек. Қанекей, дайынсыздар ма? Ел өз отаныма еңбек етемін. Мен өз отанымның спорттық мәдениетін дамытамын. Отанымның музыка саласындағы жақсы. Білімі ағын. Жақсы. Өз отанымның